Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көп күлем. Маңдайымнан сипап өткен самалы, қазағымның алақаны деп білем, деп жерлес ағамыз Ескендір Хасанғалиев жырлағандай, қаладан ауылға қоныс аударымыздың басты себебі осы өңірдің керемет табиғаты болды. Екінші себебіміз ұлымыздың дүниеге келуі болды. Ұлымыз өсе келе біздер таза ауаға серуендеуге шығып, балалар ойын алаңына жиі баратын болдық. Ол жердегі балалардың бір-бірімен қарым-қатынасы, сөйлеуі бізді біраз алаңдатып, жолдасымыз екеуміз ақылдаса келе, баламыз сәл өскенше, мектеп жасына келгенше, оның дамуына жақсы әсер ететіндей, бір жақсы орта болатындай жайлы мекен іздеуді ұйғардық. Баламыздың кең үйде, жалаң аяқ жерде жүріп, мал көріп, мал бағып, кішкентайынан саумал ішіп, көл мен өзеннің суына шомылып өскенін қаладық. Сөйтіп қаладағы үйімізді сатуға шығарғаннан кейін, 3 айдан кейін үйіміз сатылып, қалаға 15 километр жерде орналасқан мекеннен үй алдық. Бұл жерде әрқайсымыз өзімізге ұнайтын, өзіміздің жанымызға жағатын бір істермен шұғылдана бастадық. Жолдасым негізгі жұмысынан қолы бос кезде үйді әрлеу, жөндеу жұмыстарымен айналысса, мен үй тірлігімен бос уақыттарда бау-бақшамен және де басқа да өзіме қызықты қол өнермен айналыса бастадым. Бұл жақтың жазы да, көктемі де, қысы да, күзі де өте әдемі, ауасы таза, тып-тыныш. Серуендеуге шыққанда сондай бір жаның рахат табатын, демалатын, табиғаттан күш алатын сондай бір керемет жер. Осы жердің әдемі көріністерімен бөлісейік деп, бұл жақтағы жасап жатқан тіршілігімізбен, күнделікті ғажайыптармен сіздермен бірге бөлісейік деп, сіздерден білмегенімізді үйренейік деп, осындай арна аштық. Бізбен бірге болып, тіркеліп, ұнайды батырмасын басып, видеолардың астында пікірлеріңіз жазып, ақыл кеңестеріңіз жазып, бізбен бірге дидарласып отыруларыңызды сұраймыз. Ыстық ұямызға қош келдіңіздер.